Барлықтарыңызға барлықтарыңызға сәлем. Ә, Бұл видеода біз жас өркениет олимпиадасының мектеп-ішілік кезеңі 6 сынып математикасын талдайтын боламыз. Алғашқы 5 есептер, жалпы бұл видеода тек қана қазақша түсіндіреміз. Орысша видеолар, если вы хотите послушать на русском языке, вы просто можете посмотреть видео на русском. Бұл жерде тек қана қазақша болады. Енді алғашқы 5 есепте бізде оңай. Енді есептер қызық болды деп үміттенеміз. Бірден талдауды басып кетеміз. Бірінші есептен бастайтын болсақ, 60 миллионның 0,15% неше болады дейді. Енді пайызды табу үшін жалпы біз пайызға көбейте салсақ жеткілікті. Ол не деген сөз? 60 миллионды көбейтеміз 0,015 пайыз. Пайыз дегеніміз ол 100-ге бөлінген сан, е? Демек, 60 миллионды көбейтемін 0,015-ке, тағда бөлемін 100-ге. Енді барлығын бөліп несетін болса, мынау бізде неге тең? Ол 1000-нан 15. 100-ге бөлу деген сөз 100-ден 1-ге көбейтсем жеткілікті. 60 миллион дегеніміз 60, 3 0, тағы да 3 0. Мына 3 0-іміз қысқарады. Одан кейін тағы да 2 0-ім қысқарады. Сонда 600-ді 15-ке көбейтсем жеткілікті. Сонда жауабы 9000 шығады екен. Келесі есеп. Келесі диаграммада бізде квадрат бар дейді. Оның екі диагоналі және орта нүктелері қосылған, және қандай бөлігі боялған дейді. Енді бөлікті табу үшін бізге жалпы не істеу керек? Шаршыны бірдей фигураларға бөлуге тырысайық. Ол үшін біз симметриялы түрде осылай сызамыз. Тағы да осылай сызамыз. Үшбұрыштар жасау үшін. Сол кезде бізде жалпы мына жақта 4, мына жақта 4, мына жақта 4, мына жақта 4, 16 шаршы шығады. 16 шаршының 16 үшбұрыш шығады. 16 үшбұрыштың тек қана біреуі боялған. Демек 16-тан 1 деген жауап аламыз. Келесі. Гүлсін үлкен банка тосап бар екен. Ол тосаптың 6-дан 1 бөлігін Райымға берді. Содан кейін қалған тосаптың, егер де мен 6-дан 1-ін берсе, қанша қалады? 6 бөліктен біреуін бердім, демек 6-тан 5-і қалды. Содан кейін ол 13-тен 1 бөлігін Даниярға берді. 13-тен 1 бөлігін егер де берсе, қандай бөлігі қалады? 13-тен 12 бөлігі қалды. Неден? Бірден емес. Ол мына қалғаннан қалды. Ал бөлікті табу үшін не істеймін? Көбейтемін. Демек 6-тан 5-і қалды бірінші жолы, екінші жолы сол 6-тан 5-тің 13-тен 12-сі қалды, екеуін көбейтем, 12 мен 6 қысқарады, 2, сонда 13-тен 10-ы қалды. Егер де қазір Гүлсімде 1 килограмм варенье қалса, бастапқыда неше болған екен? Демек, 13-тен 10 ол 1 килограмм. Наны 1 қылу үшін мен оны 10-нан 13-ке көбейтем. Мына да пропорция ретінде 10-нан 13-ке көбейтемін. Сол кезде менде мұнда алғашқыда не болды? 13, 10 қысқарады, 1 қалады, 1 банка қалады. Толық. Мына жерде 1-ді 10-нан 13-ке көбейтсем, ол 10-нан 13, немесе 10 бүтін 10-нан 3, 10-дық бөлшек түрінде 1 бүтін 10-нан 3 килограмм болған екен бастапқыда. Ары қарай, 4-ші есеп. Сараның оның қызы мен немересінің жастары жұп сандар, 2-ке бөлінетін сандар. Олардың жас шамаларының көбейтіндісі 2024-ке тең. Сара неше жаста? Енді байқасаңыздар, 2024-ті мен қандай сандардың көбейтіндісі бола алатынын көру керекпін. 2-ке бөлем 1012, тағы да 2-ке бөлем 506, тағы да 2-ке бөлінеді. Сол кезде менде не шығады? 253 шығады. 253 қандай санға бөлінеді десеңіз, тексерсек болады. 2-ке, 3-ке, 5-ке, 7-ге, одан кейін қандай жай сандар бар тағы да. 11-ге бөлем, 11-ге бөлінеді екен. 11-ге бөлсем менде 23 шығады. Енді менде тек қана жай көбейткіштерге жіктеген кезде 5 көбейткіш шықты. Ал 3 адам бар. 3 адамның әрқайсысы жұп сандар. Демек, 2-лерді мен бөліп қоям. 2, 2, 2, 3 адамға бөліп қойдым. Тек қана 11 мен 13-ті бөле алам. Ол не деген сөз? Менде Сара оның немересі кішкентай ғой, оған демек
сан жетіспейді, тек қана екіні ғана бере аламын. Мынау оның қызына 11-ді берем, өзіне 23-ті берем. Неге? Өйткені өзі үлкен. Сонда бізде немересі 2 жаста, екеуін көбейтемін. Қызы 22 жаста, өзі 46 жаста шығады. Жауап С. Келесі. Бірден 10-ға дейінгі сандар берілген, болады бір санды алып тастап, содан кейін қалған сандарды екі топқа, әр топтағы сандардың көбейтіндісі бірдей болатындай етіп бөлді. Сонда болады қай санды алып тастады? Қараймыз: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді бұл жерде бірді алып тастасам не болады? Ештеңе өзгермейді. 4-ті алып тастасам өзгеруі мүмкін. Бірақ байқайтын болсақ, бұл есептерде жай сандар өте маңызды рөл атқарады. Неге? Өйткені 7-ге бөлінетін басқа сан жоқ. Демек, оны 2 бөлікке бөлсем, мыналардың көбейтіндісі бірдей болу үшін екеуі де 7-ге бөліну керек. Ал 7-ге бөлінетін тек қана біреу болғандықтан 7-ні мен аламайды екенмін. Сонда жауабы Д. Қалай бөлуге болатынын оны өздеріңіз ақ мен ойымша таба аласыздар. Келесі. Егер мен белгілі бір санды 20%-ға арттырсам, мен сол санды 20%-ға азайтып, кейін тағы 20%-ға кеміткеннен 2 есе кем мән аламын. Бұл қандай сан? 2 есе көп, кешірім сұраймын. Енді мен x деген санды 20%-ға арттыру деген сөз, оны 100% болатын болса, 120% қыламын. 20% деген не сөз? Санның пайызын табу үшін көбейте саламын. Демек, x көбейтілген 120% болады. 20% дегеніміз ол 1,2x. 20-ға азайттым, x минус 20. Тағы да оны 20%-ға кеметтім. Енді мынау менде 100% ғой. 20%-ға кеметтім деген сөз 80%. Осы санның 80%-ын табу керекпін. X минус 20-ның 80%-ын табу үшін 80%-ға көбейтем, немесе 0,8 көбейткен кезде не болады? 2 есе көп. Мынау 2 есе көп. Демек, мынаған тағы да 2-ге көбейтсем, екеуі тең шығады. Сонда менде не? 1,2 x тең. Мына екеуін көбейтсем 1,6 x азайтылған 20. Жақшаны ашам, әрқайсысына көбейтеміз. 1,6 x азайтылған 1,6-ны 20 көбейтсем 32 шығады. 1,2 x. Мынау x мына жаққа жіберем, мына жаққа жіберем. Сол кезде менде 32 шығады. Мына жақта 1,6 x азайтылған 1,2 x. Сонда менде 0,4 x тең 32. X тең 32-ні бөлу керекпін 0,4-ге. Сөзде менде жауабы енді бөле салайық. Бөлінген 10-нан 4 десем болады. 32 көбейтілген 10 бөлінген 4 десем болады. Қысқартсам 8, 80. Жауабы С. Келесі. Мысық пен жарғанат бірге салмағы егеу құйрықтан 4000 граммға артық. Бірден теңдеу жазып кетейік. Мысық бар, жарғанат бар. Екеуін қосқан кезде егеу құйрықтан 4000 граммға жоғары. Демек, егеу құйрыққа 4000 граммды қоссам, олар теңеседі. Жарғанат пен егеу құйрық бірге салмағы мысықтан 2000 граммға кем. Жарғанат пен мысық керісінше, егеу құйрық мысықтан кемірек болғандықтан, мысықтан 2000-ді азайту керекпін теңестіру үшін. Ал мысық пен егеу құйрық жарғанаттан 3000 граммға артық. Жарғанатқа 3000 граммды қосам. Барлығын осындай кезде бізде барлығын қоса салсам, бірдей ұқсас теңдеулер болғандықтан барлығын қоса салсам болады. Әрине басқа да шығаруға болады. Бірақ бәрін қосқан кезде бізде 2 мысық, 2 жарғанат, 2 егеу құйрық, яқта 1 мысық, 1 жарғанат, 1 егеу құйрық. 4-нан 2-ді азайтсам, менде 2000, 3-ді қоссам 5000 шығады. Енді мынаның бәрін азайтқан кезде, мынаны былай қысқартсам, 1 мысық қалады, 1 жарғанат, 1 егеу құйрық, 5000 екен. Енді бұл не береді? Бізге не табу керек? Егеу құйрықтың салмағы неше грамм? Егеу құйрық бізде мына жерде байқайтын болсаңыздар, мына екеуінің қосындысы ол Е қосылған 400. Е қосылған 400. 4000, кешірім сұраймын. Ені қоссам 5000 шығады. Одан кейін 2 егеу құйрық бізде 1000 болады. 4000-ді былайынан азайтып жіберсем, 2-ге қысқартатын болсам, демек егеу құйрықтың салмағы 500 грамм. Келесі.
Эльвира суды үнемдеуге тырысып жатыр. Ол душта өтетін уақытын 4-1-ге қысқартты. Сондай-ақ душтағы судың ағысын 4-1-ге азайтты. Демек, ол 4-1-ге қысқартса, не қалады? 4-3 қалады. Судың ағысында 4-1-ге қысқартса, 4-3 қалады. Екеуін көбейткен кезде қаншалықты су үнемделгені шығады. Сонда бізде 16-тан 9 болды. Үнемделді, қаншалықты қысқарды, оны біз 1-ден 16-тан 9-ды азайта саламын. Сонда 16-тан 7-ге азайды. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Жалпы мен ойымша түсінікті бәрі. Енді гандбол матчында үзіліс кезінде алаң иелері қонақтар командаға 9-14 есебімен ұтылып жатқан еді. Иелер қонақтар деп қойын, 9-14. Одан кейін иелері екінші таймда 2 есе көп гол соқты. Яғни қонақтар X гол соқса, алаң иелері 2X гол болды. Бірінші тайм, екінші тайм. Екеуін қосқан кезде не болды дейді? 1 гол айырмашылығымен жеңіске жетті. Алаң иелері 1-ге көп. 1-ге көп дегенді теңдеуге айналдыратын болсақ, екеуін қосқан кезде 14-ке X қосқаннан біреуге көбірек деген сөз. Сонда X-ті табатын болса, бізде 16, 15, X 6-ға тең болады. Сонда ең соңында қандай ұпай болды? X-ның орнына 6-ны қоятын болсам, мұнда 9-ға 12, мынағата 14-ке 6, 21, 20. Сонда біреуге көп болу үшін бізде 12 ұпай соғу керек алаң иелері, ал қонақтар 6 гол соғу керек. Сонда бізде жалпы ұпай 21-де 20 болады. Бізде ол олимпиадада ағылшынша есептер бар. 10-шы және 15-ші есептер ағылшын тілінде, қатты қиын емес, жай ғана есепті дұрыс түсінілген жеткілікті. 5 адамның family деген отбасы, 5 адам бар екен, олардың қосындысы 80-ге тең. Ең кіші екеуі 6 және 8. What was the sum of the age of the family 7 years ago? 7 years ago деген 7 жыл бұрын дейді. Енді мынау ақпаратты бізге бекерден бекер берген жоқ қой. Ол не дейді? 6-да және 8-де 7 жыл бұрын ең кішкентай бала болмаған. Демек, бізде 6, 8 және де 3 адам, ол 3 адамды кез келген белгілесек болады, оларды білмейміз. Олардың қосындысы 80, 7 жыл бұрын, мынау бізде не болды? Мынау 0 болды. 7 жыл бұрын мынау бала 1-де болды, ал мынау 7-ге қысқарды, 7-ге қысқарды, 7-ге қысқарды. Мынау да 7-ге қысқарды, мынау 6-ға қысқарды. Бала өткені 6 жаста, 7 жыл бұрын болған жоқ. Демек, жалпы нешеге қысқарды? Теріс сандарды білмейтін болсаңыздар, жай ғана нешеге қысқарды дегенде 7-лерді қосып салам, 28, 27, 8-ге 6-ны қосам 34, 34-ке қысқарды. 35-ке емес. Негізі 35-ке қысқартылу керек, бірақ 6 жастағы бала ол кезде болмаған үшін тек қана 6-ға ғана қысқарта аламыз. Сонда 80-нен 34-ті қысқартсам, жалпы қосынды 46-та болған екен. 11-ші есеп. Мектеп сайлауында 5 кандидат болды. 90% саналғаннан кейін, дауыс саналғаннан кейін. Нәтижелердің кестесі бар. Мынау бізде жалпы 90% оқушы дауыс берген екен. Жалпы неше оқушы қатысқан сонда? 14, 11, 18, 2-ні екеуін қоссам 10, 2-ні қоссам 25, 45 оқушы. 45 оқушы ол барлық оқушының 90%. Демек, 100% табу үшін ол пропорциямен өте оңай 50-ге тең екен тапсақ болады. Енді қанша оқушы әлі де жеңіске жетуге мүмкіндік бар? Бұл жерде түсіну керек, қанша адам әлі дауыс бере алады. 10% адам әлі дауыс бере алады, 90% дауыс беріп қойды ғой. 10% дауыс бере алады. Демек, ол 10% бізде 5-ке тең. 5 адамды қосқан кезде Ақжолдың дауыс кету керек. Ақжол өзі әрине ол 5-еуінде өзіне алып жеңіске жете алады. Даниярға 5-ті қоссам 16 болады. Камилаға 5-ті қоссам 14 болады. Болатқа 5-ті қоссам 13 болады. Жетпейді. Мағжанға жетпейді. Демек, 3 адам әлі жеңіске жете алады. Келесі, 12-ші есеп.
а тең 2 көбейтілген б болады да а б 10 бүтін сандар төмендегі сандар қайсысы а б көбейтіндісінің мәні бола алады. Жай ғана мынаның түсінетін нәрсе ол бір сан екінші саннан 2 есе көп және олардың көбейтіндісі қандай санға тең бола алады дейді. Енді жалпы мына варианттарды қарастырған кезде көзге түсетін 1-ден 5 көбейтілген 10. Байқасаңыздар мынаны б, мынаны а деп алсам болады, өйткені а бұдан 2 есе көп және олардың көбейтіндісі 50-ге тең. Сонда жауап д болады. Басқалары келмейді. 13-ші есеп. Әрбір қабырғасы бір бірлікке тең квадратта белгілі бір бөлігі боялған, қай квадратта боялған ауданның ең үлкен болып табылады. Байқасаңыздар, енді ең оңайдан бастайық. Ең оңай бізде мынау. Ол несі? Жартысы. Енді мынаны қарасаңыздар, суретке мысалы былай бөлетін болсам, мынақта боялғаны жартысы, мынау да жартысы, мынау да жартысы. Байқасаңыздар. Былайынан бөлетін болсам, мынау да жартысы, бәрі жартысы. Демек, мына жерде де жартысы. Тура осылай біз тік төртбұрыштарды осы үшбұрыштарға бөлген кезде бірдей, ол жартысы шығады. Бұны қараймыз. Мынау жартысы боялған, мынаның жартысы. Мына жерден былайынан сызатын болсам, мынау қара да жартысы болады. Мынау қара да жартысы, мынау қара, мынаның жартысы. Демек, боялған бәрібір жартысы. Мына жерде де жартысы. Мына жерде де тура солай жартысы шығады. Бірақ мынау жерде жартысы, бірақ мынау бүтінімен тіктөртбұрыш боялғандықтан бұл жерде боялғаны көбірек. Қанша боялғаны бізге табу керек емес, қайсысында көбірек боялған табылған жеткілікті еді. Келесі 14-ші есепке келетін болсақ, бұл есеп өте қызық, көп оқушы шеше алмаған болуы мүмкін, бірақ негізі шығару әдісі қиын емес. Бізде диаграммада саябақ бар. Саябақтың мынау сыртқы периметрін тап деп тұр. Бірақ ол сыртқы периметрін бермеген, бізге осындай бөліктердің периметрларын берген. Енді сыртқы периметр ол қай жерде орналасқан? Ол мыналарда, мынау. Осы жасылдардың ішінде, негізі жасылдардың ішінде бізде сыртқы не бар? Периметр бар. Бәрін қосып тастайық. Өзі не болады? 9, 11, 4, 6, 12. Демек, осы сыртқы бөлік аймақтардың барлығының қосындысы бізде неге тең? 42-ге тең екен. Бірақтан бұл жерде қандай минус бар? Минус деп сұрасаңыз, бізде мынау ішкілерде саналып кетті. Мынау ішкісі саналып кетті, мынау ішкісі саналып кетті, мынау ішкі саналып кетті, мынау ішкі саналып кетті. Олар саналмау керек еді. Оларды біз деседік, артығымен санап жібердік. Бізге тек қана розовый санау керек еді, мынау қызылдарды, қоңырларды санамау керек еді. Демек, ол қоңырларды мен азайтып тастау керекпін. Қоңырлар қай жерде орналасқан? Тек қана мына жерде емес қой, ол мына жақта да орналасқан, мына жақта да орналасқан, мына жақта да орналасқан. Демек, 10, 7, 3 қоңырлар қосқан кезде 20-ны азайтып тастау керекпін. Менде сол кезде 22 шығады. Тағы да ойланып көрейік. Бізде бұл қоңырлардың несі бар? Ішкі қаралары бар. Мына қараны қарайтын болсаңыздар. Оны мен артығымен азайтып жүрмін. Азайтпау керек еді. Бірақ ол еще қай жерде? Тағы да қай жерде? Осы аймақта бар. Ол аймақ бізде 4. Демек, 4-ті мен артығымен азайтып тастаған үшін оны мен қосу керекпін. Сонда менде жауабы 26 шығады. Барлығы түсінікті деп сенемін. Егер де түсініксіз болатын болса, комментарийға жазсаңыздар болады, әрине. Соңғы есепке келсек, бізде ағылшын тілінде Peter always tells the truth and always lies on alternative days. Альтернат деген кезегімен. Бір күні тек қана шындықты айтады, екінші күні ертең тек қана өтірікті айтады. One day he made exactly 4 of the following 5 statements. Бір күні осы бесеуінің 4-еуін айтты. Қайсысын ол айтуы мүмкін емес. Бұл есептерді біз қалай шешеміз? Бұл есептерді біз шындық таблицасымен шешеміз. Мынаны айтты, мынаны айтпады деп. Бірінші біз ол 4-еуі шын болу керек, немесе 4-еуі өтірік болу керек. Сол өте маңызды. Бірінші ең оңайларды қараймыз. Ең оңай бізде 2024. 2024 ол 11-ге бөліне ма? Бірден берем. 11, 9, 92, 8, 88, 44. 11-ге бөлінеді екен. Мынау шын. Бізде шын. Мына екеуі шын бола ма? Қатардан. Менде yesterday was Wednesday болатын болса, today Thursday болады. Бүгін четверг болады. Tomorrow will be Saturday. Saturday деген суббота. Демек,
Friday болады бүгін, ертең. Демек, мына екеуі қатарынан дұрыс бола алмайды. Бірақ екеуі қатарынан өтірік болады. Екеуі қатарынан шындық болмас. Демек, екеуінің біреуін мен точно алу керекпін ғой. Енді тағы да ойланып көрейін. I'm telling the truth today and I will tell the truth tomorrow. Мынау точно өтірік ол. Өйткені бүгін де ертең де ол шындықты айта алмайды. Ол бүгін немесе ертең өтірік айту керек. Өйткені ол алмастырып тұрады. I lied yesterday and I will lie tomorrow. Мынау шындық та болады, өтірік те болады. Бірақ мынау бізде точно өтірік болғандықтан, мынау точно шын болғандықтан екеуінің біреуін ғана ала аламыз. Біреуін ғана алып тастай аламыз. Мына екеуін біз бірге ала алу керекпіз. Демек, екеуі де false болу керек. Өтірік болу керек. True false, иә. Демек, мынаны аламын. Мынау бізде false болады. Мынау true'ды аламаймын. Өйткені ол тек қана өтірік айту керек сол күні. Демек, жауабы С. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, сұрасаңыздар болады. Мен ойымша барлығы түсінікті. Так, ондай болса, рахмет, сау болыңыздар. Келесі этапқа өткендерді құттықтаймын. Келесі районный турда осыдан да қызық есептер болады деп айтсам болады. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.